Қайырлы күн каналымның көрермендері, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын кремі майлы емес трубочка рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ұнды илеуіштен өткізіп аламыз, оған сары майды салып ала тұрамыз. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқа саламыз, оған шым тұз қосамыз және алма уксусын құямыз. Одан кейін мұздатқышта тұрған салқын минералды суды құйып, жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы май салған ұнды қайтарып, қатып тұрған майды үкіштен өткізіп, ұнға қосамыз. Ұн мен майды түйіршік қалмайтындай осындай үгілмелі қамыр жасаймыз. Одан соң алдын ала араластырып қойған массаның барлығын құйып, бір келі қамыр илейміз. Қамырымызды салафан немесе пищевой пленкамен орап, бір түнге болмаса 4-5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Енді уақыты өткен қамырды алып, тым жұқа қылмай жайып шығамыз. Қалыңдығы видеода көрсеткендей болу керек. Одан жұқа болса, трубочкаларымыз піскеннен кейін қамыры қатып кетеді. Ешқандай да артық ұн салудың қажеті жоқ, қамырымыз осылай тез жайылады, міне осындай жұқалықта болуы керек. Енді кезекте осы жайылған қамырды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Құрметті көрермен, жаңадан келген болсаңыз, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген оңай, дәмді рецепттермен бөлісемін. Міне барлығын турап болғаннан кейін осындай арнайы трубочка жасайтын форманы сатып алсаңыз болады, немесе фольгадан форма келтіріп, соған да пісіре беруге болады. Осылай барлығын орап шығамыз. Қамырды ораған кезде осылай трубочканың формасын тым қатты жауып тастамаймыз. Ортадан сәл жоғары ғана ораймыз. Соңғы шеті ашылып кетпейтіндей жабыстырып жауып қоямыз. Міне осылай барлығын орап болғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қалауынша үстіне шемешкенің немесе күнжіттің дәнін сепсеңіз болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз, 200 градуста қызарғанша пісіреміз. Трубочкаларымыз пісіп шықты, енді міне формадан оңай шешіледі, барлығын шешіп суытамыз. Енді бұл жерде кремін өзіңіз таңдасаңыз болады, мен жасағандай немесе белоктан да жасауға болады. Менде творожный сыр, қойытылған сүт, яғни сгущенка және 33% сливки. Оған қант ұнтағын қосып, миксермен қоюланғанша араластырамыз. Креміміз міне дайын болды. Осындай арнайы насадкамен немесе шприцпен кремді формаларға толтырамыз. Трубочкаларымыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде рецептісін сақтап алып, жасап көріңіз. Барлық формаларды толтырғаннан кейін үстіне қалауыңызша қант ұнтағын сепсеңіз болады. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Келесі рецепттерде жүздескенше аман саулықта болайық.